Тақырыпқа дейін мен сіздерге нақты суреттерді көрсетіп отырмын. Бұл суретке назар аударып, бүгін қандай жүйемен байланысты болатынын атап өтсеңіздер болады. Ал мен ары қарай жалғастыратын боламын. Эндокринді жүйе бұл біздің ағзамыздағы реттеу, координациялық қызметтерді жүзеге асырады. Оған арнайы белсенді заттар қатысады. Және ол белсенді заттарды бөлетін өзінің арнайы орны болады. Ол ішкі секрециялық бездер және аралас бездерді көруге болады. Яғни суретте эндокринді бездердің суреті беріліп тұр. Енді осы эндокриндік жүйені біз не үшін қарап жатырмыз? Ол үшін ең бірінші мынадай сұрақтарға жауап берсек. Гормон дегеніміз не? Гормонның қандай қасиеттері бар? Гормондар табиғаты бойынша қалай жіктеледі? Гормондарды қызметіне қарай қалай жіктеуге болады? Және гормондар арқылы берілетін сигналдардың қандай түрі бар? Сонымен бірге стероидты гормон эстрогеннің нысан мүшелері қандай екендігін және ол қандай маңызды қызмет атқаратынын талдайтын боламыз. Бұл тақырып гормондар жалпы эндокриндік жүйеге қатысты тақырып ұлттық бірыңғай тест тапсырмасымен және биология, химия факультеттерінде, медицина саласында оқитын студенттерге өте қажетті тақырыптардың бірі. Және қазіргі таңда осы гормонға қатысты аурулардың да түрлері көп. Сондықтан медицина саласындағы студенттерге бұл өте таптырмайтын қажетті ақпарат болып табылады. Сонымен гормон дегеніміз не? Ең бірінші ол химиялық зат, химиялық қосылыстар деп айтсақ болады. Әртүрлі жасуша немесе ұлпа мүшелер арқылы түзіледі. Әрі ол қанға шығарылады. Оған әсер ететін арнайы бір арнайыланған, ол арнайы бір заттарға әсер ететін болады. Немесе ұлпаларға, мүшелерге арнайылап әсер етеді. Енді гормонның қандай қасиеттері болуы мүмкін? Гормон ол дистанционды іс-әрекет жасайды деп айтамыз. Қашықтықта орналасады, оған әсер ететін мүшелер мен жүйелер. Сондықтан оның ең маңызды қасиеттерінің бірі дистантный характер действия деп атасақ та болады. Екінші, ол биологиялық белсенді, себебі гормон бездер арқылы бөлінеді, өте аз мөлшерде бөлінеді, және оның өте аз мөлшері немесе өте аз концентрациясы әсер ету өте тиімді болады. Бұл екінші қасиеті. Үшінші, ол специфичность, яғни арнайылап әсер етеді екен. Енді гормондар табиғаты бойынша қалай жіктеуге болады? Бұны химиялық табиғаты бойынша жіктеуімізге болады. Ол амин қышқылының туындылары, оған тирозин, триптофан, гистидин сияқты гормондарды жатқызуға болады. Ал екінші түрі нәруызды пептидті гормондар. Оларға полипептидті гормондар жатқызамыз. Нәруызды гормондар, оның ішінде біз осыған дейінгі қарастырған инсулин, ол нәруызды гормонға жатады. Және стероидті гормондар, ол холестериннің туындылары, гликокортикоидтар, минералы кортикоидтар жатады. Соның ішінде біз бүгін қарастыратын эстроген осы стероидті гормоннан шығады. Ал енді бұл қызметтік
белгілеріне қарай гормондарды қалай жіктейміз. Мен инсулин гормоны мысалында нысан жасушаларға қалай әсер ететін механизмі кезінде бұл функционалдық қызметі бойынша гормондарды атап өттім, бірақ нақтылап айтпадым. Бұл жерде релизинг фактор деген сөз қозғалды инсулинді түсіндірген кезде. Яғни ол релизинг фактор ең бірінші бөлімі ол гормон факторлар. Оның ішінде релизинг факторға либерин жатады. Екінші ингибиторлы фактор статин жатады. Олар гипоталамус гормондары гипофизге және троптық гормондарға әсер етеді. Екінші гормонның түрі троптық гормондар. Олар ТТГ, ГТГ сияқты гормондар эффекторлы гормондарды синтездеуге қатысады және бөлуге қатысады, және оларды реттеуге қатысады. Үшінші эффекторлы гормондар, олар нысан жасушаларға әсер етеді. Мысалы, біз қарастырған инсулин, пролактин, эстроген сияқты олардың арнайы бір әсер ететін нысан жасушалары болады екен. Жалпы гормонның қызметі ең маңыздысы метаболикалық қызмет. Әртүрлі зат алмасуға қатысады. Енді бүгінгі өтетін тақырып гормонның нысан жасушаларға әсер ету механизмі эстроген мысалында қарастыратын боламыз. Мен Шолпан Оңдасынова бүгін сіздерге эстроген мысалында нысан жасушаларға қалай әсер ету механизмін түсіндіретін болам. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және өз пікірлеріңізді бейнебаян астына қалдырып отырсаңыздар болады. Енді нысан мүшелерге, эстрогенге қатысты нысан мүшелерге не жатады? Оған репродуктивті жүйе, қаңқа жүйесі, жүрек қан тамырлар жүйесі және сонымен бірге ми жатады. Ең бірінші эстроген дегеніміз не? Ол етеккір циклын реттейтін және екінші реттік жыныстық белгілердің дамуына жауап беретін стероидты гормондар. Арнайы нысан жасушалары экранда көріп отырсыздар. Енді мысалы репродуктивті жүйені алатын болсақ, яғни ол етеккір циклын реттейді. Жатыр және сүт бездердің дамуына әсер етеді. Ал қаңқа жүйесі деп отырғанымыз, қаңқа жүйесі неге әсер етуі мүмкін? Қаңқа жүйесі сүйектің түзілуіне, сүйектің беріктігін арттыруға көмектеседі. Ал жүрек қан тамырлар жүйесі тамырлардың серпімділігіне, холестериннің қалыпты деңгейін артуына, қанның ұюын жақсартып отырады. Ал тері коллаген мен гиалурон қышқылының өндірілуін тездетеді, терінің серпімділігі мен және жас болуын сақтайды екен. Ал ми ол көңіл күй, когнитивті функция, есте сақтау, ұйқыны реттеуге қатысады, жүйке жасушаларын қорғайды. Енді эстрогенге қатысты нысан мүшелері. Сонымен стероидты гормондардың әсер ету механизмін қарастыратын боламыз, оның ішінде эстроген мысалында. Эстроген мысалында эстрогендер нысан жасуша қызметін екі негізгі жол арқылы реттейтін стероидты гормон эстроген. Ең бірінші жол ол геномдық жол екен. Геномдық жол. Геномдық жол деп оны басқаша классикалық деп те айтады екен. Геномдық жол.
Бұл жол өте баяу жүреді. Геномдық жол. Геномдық жолда эстроген молекуласы, яғни мұнда біз стероидты деп отырмыз, енді эстроген мысалында аламыз. Эстроген молекуласы жасуша мембранасынан өтіп кетеді. Себебі жасуша мембранасы мен стероидты, яғни эстроген гормонының екеуінің химиялық жағынан екеуі де стероидты майлы болып келеді. Сондықтан жасуша мембранасы фосфолипидті қабат, ал эстроген стероидты. Жоғары концентрациядан төменгі концентрацияға диффузия жолымен эстроген жасуша мембранасынан фосфолипидті қабатынан өтіп кетеді де цитоплазмадағы осы гормонға сәйкес келетін рецептормен байланысады. Рецептормен байланысып, гормон рецептор кешенін түзеді. Ары қарай цитоплазмадан ядроға өтеді. Ядрода ядро осы гормонға сәйкес келетін рецептор болады. Ол тағы да стероид, яғни эстрогенмен байланысып, үштік кешен түзеді екен. Үштік кешен түзу гормон рецепторлық кешен, яғни ядроға ауысқаннан кейін ДНК-ға қосылады. ДНК-ның құрылысын білесіздер сіздер, яғни мына структура. ДНК-ға қосылады, белгілі бір гендердің транскрипциясын өзгертеді, белсенді болады және баяулатады. Енді бұл процесс неге әсер етеді? Көріп тұрғаныңыздай, ДНК транскрипциясы дегеннен кейін ары қарай ақпаратты РНК-ны жазып алады, тасымалдаушы РНК, рибосомалық РНК-лардың өзгерісі болады, нәтижесінде нәру синтезі шығады. Бұл процесс транскрипция, трансляция процестерінің жүзеге асуына көмектеседі. Нәтижесінде геномдық жол классикалық, яғни баяу жүретін жол, жаңа нәруыздардың синтезіне қатысады және жасушадағы ұзақ мерзімді өзгерістерге әкелетін ұлпалардың өсуіне әсер етеді. Ал енді екінші жолды біз геномдық емес жол деп атаймыз. Геномдық емес жол. Бұл жол өте тез жүреді. Геномдық емес жол. Өте тез жүреді. Жылдам жүреді. Бұл жолда қандай өзгеріс болады? Эстроген жасуша мембранасының бетіндегі рецептормен байланысады, жасуша ішілік сигнал каскадтарын тез іске қосады. Бұл жерде нәруыз киназасы арқылы жүреді. Генетикалық модификацияны қажет етпейді, қан тамырларының босаңсуына алып келеді. Геномдық емес жолда қан тамырлары босаңсиды және физиологиялық реакциялардың тууына себепші болады екен. Екі механизм эстрогеннің денеге кешенді әсер етуін қамтамасыз етеді. Бұл геномдық жолда, геномдық емес жолда екеуі бірігіп жұмыс жасайды. Бірігіп жұмыс жасау нәтижесінде жаңа нәруыздардың синтезделуі жүреді және ұлпалардың өсуі болады екен. Енді оқушылар, егер тақырып сіздерге түсінікті болса, өз ойларыңызды бейнебаянның астына жазып кетсеңіздер болады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.